Қостанайдағы Садовод строитель саяжайының тұрғындары қиын жағдайға тап болып отыр. Аймақта көпшілік үшін ыңғайлы болған аялдама сүрілген. Сол себепті балалар лай батпақ кешіп, үйілген қардың үстімен ұзақ жол жүруге мәжбүр. Қозғалыс бәсеңдемейтін бұл төңіректе қауіпке бас тігіп отырған жұрттың пікірі неге еленбей келеді? Тақырыпты әріптесім Рүстем Айткәрім толықтырады. Садовод строитель саяжайы Қостанай қаласының шыға берісінде көлік қарқыны қатты тас жол маңайында орналасқан. Бұрынырақта бұл жерде тұрғындар бірнеше жыл бойы арпалысып қойдырған ыңғайлы аялдама тұрған еді. Және ол небәрі 9 ай бұрын пайда болған. Бірақ жұрттың қуанышы көпке созылмады. Себебі жол бойындағы аялдамаларды шыныдан жасалғандарын айырбастамақ болғандар көпшілік жиылатын орын санын қысқартып тастаған. Убрали остановку. Они сказали, аялдаманы алып тастады, талапқа сай аралығы 800 метр болу керек деді. Қалада 800 метр жүріп өтеміз, балаларды алаңсыз қозғалады. Ал бұл ашық жер ғой, ешқандай қоршау жоқ. Бұрынғы аялдамамыз жақсы еді, жел мен бораннан қалқалайтын. Қазір ондай мүмкіндік жоқ. техника будет ездить, будет дорогу чистить. Техника жолды тазартқанда қардың бәрін осы жерге еді. Сонда балалар қайда жүреді? Жаяу жолда жоқ. Ертең боран басталса, кішкентайлар қиналады емес пе? Оның үстіне мұнда көп балалы отбасылар көп. Қазір жүргізушілер бұрынғы аялдаманың маңайына тоқтап жүр, бірақ бәрі бірдей түсіністік танытпайды екен. Сол себепті жолаушылар мәселе тезірек шешілсе екен дейді. Дегенмен әзірге олардың өтініші жауапсыз қалып отыр. В удачном обществе согласно нормативу. Саяжай жақта аялдамалар талапқа сай орнатылды. Аралығы 400-ден 800 метрге дейін барады. Бірақ біз көпшіліктің бұл аумаққа күз бен көктем айларында бау-бақша ісімен айналысу үшін келетінін ескеруіміз керек. Иә, кейбірінің тұрақты мекен жайы осы маңайда. Сондықтан аялдамаларды үйлерге жақын орналастыруға тырыстық. Көпшілік бұл оймен келіспейді. Олардың айтуынша жұрттың пікірі мүлде еленбеген. Ал түсірілім тобы айналадағы жағдайды таспаға тартып тұрған сәтте жүйткіген көліктер бірнеше рет тұрғындардың үстін былғап өтті. Міне осыған қарап, балалардың мектепке қандай күйде жететінін елестете беріңіз. Рүстем Айткәрім, Елисея Тамашевская, Алматы телеарнасы, Қостанай.